Или что-нибудь чем-нибудь это? Ну чем я для тебя здесь в этом холодильнике сделаю? Урсат Петрович. Это я открутил, это надо. Я не знаю, что искать, нахуй мне нужен. Не снимайте. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Не мынау енді дұрыс па, ағақ кеткен деген дұрыс па? Деп андай экологиялық блогер болып кетейін ба? Өзіміздің іспен айналысайық кеттік. Короче, қазір гаражға кіріп біз Крайслерді шығарайын деп жатырмыз. Крайслер Ньюпорт 72 жылғы, бұл жерде міне фотосы бар. Бізде осындай көлік бар. От алмағанына тоже біраз болған. Гаражы қашан 3 ай 4 ай точно болды, 6 ай болған шығар. Оның алдында да ол жүрген жоқ қалада. Ол просто келді, жудық әдемілеп ит кіргізіп қойған болатынбыз. Қазір соны шығарып, моторын жөндеуге алып барамыз. Одан кейін жалпы затея, дауыс естілмей жатқан кіріп айтайық. Бәріміз андай ағайын туыс бауыр болып кеттік қой да. Бәрі мен бірге көріп бірге несек. Гараждың алдында бөкейден көрдіңіздер ғой да. Механик жүргізуші Сергей Петрович қазір айналысып жатыр онымен. Не болғанын сұрап, мана тапсырма беріп кеткен, былай істейміз. Жұртылып қалған. Ладно, әзілдеп жатыр. Біз деген қарапайымбыз ғой. Біз деген ағайды міне мынау ғой. Бұл Chrysler Newport, бағана көрдіңіздер, 72 жылғы өте әдемі машина. Двиги, голове сдвиги, нескончаемый выход нет. Жизнь в твоей квартире, много бизнеса. Дэвид сияқты үлкен ғой. Қожасында кетіп қалған. Стебілінсе жағылған, ауытып күтуіміз керек. Сыртын бояуымыз керек. Осының барлығымен айналсамыз, Алла қаласа выставка болады. 6 июльге қарай. Шілде ғой июль, шілдеге қарай. 6 шілде кімнің туған екен білесіздер ғой? Сояққа дайындалып тұрды машиналар. Жоғарыға барады дейді, үстіге барады, үстіге. Ана биікке барады. Билікте білесіздер қиын енді, сол жаққа барады. Жүрек келеді. Мына менің произведение. Все. Мына сурет 30 миллион тұрады деп. Картинка салатындар. Один писательный. Петрович, что делаете? Прокачать. Прокачать? А что, аккумулятор сразу не поменяем сейчас? Вот до 12 придешь, он что, не очень, что ли? Кривой? Забит, он кривой, стукали по нему. Как на 11 сделал. А что теперь назад не стукнет? Или что-нибудь чем-нибудь это? Ну чем я для тебя здесь в этом холодильнике сделаю? Урсат Петрович. Это я открутил, это надо. Хотя бы одну снимем покажи. А что одна толку? А что плоскогубцы не найдем, а? Я не знаю, что искать, нахуй мне нужно это, был бы мои ключи, я поработал, я хуйню понадобил, куда. Мне эти ключ не подходит, нихера. Что это за работа, блядь? Сапожник без сапогов деген осы әні. Я с сапогами, я просто нахуй мне это нужно. Я что, лесок, что ли, блядь? У меня есть машина, пошли нахуй. Что, Петрович? Коллекцию, блядь. Давайте. Коллекция нравится, да, вам наша коллекция? Ебало эту коллекцию, блядь. Лучше квартиру себе купил, чем, блядь, эту хуйню заниматься. Лучше квартиру купили бы, да? Чем это все покупать. Ладно, Петрович, привет передайте нашему. Да ну я нахуй, блядь. Давайте, серьезно, вот смотрите. Не снимайте, нахуй мне. Все хорошо. Криво туда дойти, болгарка или что-то. Чего по нему стукнули? Ну, что они? 11 делают, да, кажется? На нахуй. Механик съел, наверное. Не буду это.
Видите, без нервов, Сергей Петрович. Взяли и вот поменяли. Где плюс? Естіп жүреміз сіздерге әдейі болып шығып түскенмен киініп алғанбыз әйтпесе жаман киім киіп бәрін істеп бұндай машиналардың иесі болу оңай емес негізі. Ана қазір мынау дизельный мотор, Мерседестің дизельный моторы. Оны қазір біз подкачка жасап жатырмыз астынан дизель кесін, солярка кесін деп. Әйтпесе от алмайды, аккумуляторын салдық. Қазір енді бірінші запуск, қанша 3-4 айдан кейін бірінші запуск жасайын деп жатырмыз. Солярка не идет. Вообще не идет. Залили за солярку. Давайте попробуем у нас. Что пробовать, если солярки нет? Ана, подсосты качать етіп жатырмыз. Бензин шығу, солярканың жерден шығу керек қазір. А ол кимия солярка. А солярку уже заливали, да, туда? Залил я 10 литров, там было у нас. Залил сегодня, да. Ағамыздың жасы енді, атамыз дейші, атамыздың жасы 63-те енді ұрса береді дейді, түсініңіздер. Біз жүреміз, үйреніп қаламыз уже андай. Ол кісі бізде емес, біз ода жұмыс істейтін сияқтымыз. А так өте жақсы кісі ғой негізі. Я вас хвалю, говорю, очень хороший человек. Профессионал своего дела. Сергей Петрович. Куда? Сюда? Давайте помогу. Не? Жасы 63 деп айтпайсың? Система Шнайдера, блин. А там что вы смотрите? Аны үрлеп жатыр, тартып жатыр. Не идет? Короче, ана нені резинасын басын алып, аузымен тартып қойып жатыр, подсосты итеріп, насып кетеді. И уф деп тартып жатыр да, короче. Бірақ солярка сонда да кемей жатыр, что-то не то. Звезды должна стрижка. Блогер нөмір оңай емес, неше түрлі дауыстар. Сосын сіздер жазасыздар комментарийде. Ана дауыс не, мына дауыс не. Бұл өмір ғой, өмір. Кел, маңара. Қанша ай тұрғанның дәлелі бұл жерде. Жабық помещениеде, тап-таза жерде тұр негізі. Бірақ уже осындай шаң жиналып қалған міне. Көрді ма? Мұн жақта механический насос, получается, электронасос емес. И мысалы зажигание болған кезде жүр деп бензин насос жұмыс жасайды ғой. Ол жақта электронныйда өз бензин келеді аппаратураға бәріне. Мұн жақта дизельный и Мерседес кіріп ручной насос тұр да. Получается бакта насос жоқ и бір жыл ұзақ тұрды ғой енді. Жарты жыл тұрды мына машина. И качать етпей жатыр қазір бензинді, солярканы. Опа! Вы нам нужны? Сіз бізге керексіз. Сіздер ойлай қалмаңыздар, барлық ретро машинаның бәрі осындай деп. Мына просто Мерседестің дизельный мотор тұр, сол мотордан мынау не? Барлығы ондай емес, біздің двигатель спокойно атылады. Глорияда спокойно атылады. Канистр шашланга? Сразу выделен аппарата, короче, как канистрами солярка открып, сразу аппаратқа құямыз, чтобы мына жақтан солярка гонять ететін аппаратқа. Нерв қуатыр негізі уже. Біраз уақыт, бір сағат өтіп кетті, майя. Толысы болады ғой деп. Не буду я это. Херню пай. Бүгін от алдырамадық. Ертең шланг алып келіп, сразу соляркамен шланг әкеп аппаратқа құямыз да. И мына жақта прямой гонять етеміз мотордың түбінен, ана жақтан кемей жатыр бүйтіп. Короче, сегодня не получилось у нас. Теперь завтра, да, Петрович? Да. Ключтарымызды барлығын алып кетіп батырмыз. Міне мына Петровичтің Мерседесі бар. Алдында бәрі қызығы батыр осыған. Историяға салайын. Ана Rolls-Royce-тік сияқты қана. Ай, кайф, да, Петрович? Барлығы родной краскада. Родная аж краска? Да. Бұл, короче, Петровичтің машинасы болған, кейін біз бұны сатып алдық Петровичтен. Бірақ бұл кісі бізде жұмыс істеп жүр. Крылья только. Шіріп жатыр мыналар, көрдің ба? И бұны алғанда міне мынандай Петрович өз қолымен мастерить етіп, үйстеп темірлерді жалғап қойған, көрдің ба? Мұндайларды. А так міне родной краскада. Өзінің заводтан шыққан краскасы.
Негізі түрі әдемі машинаның. Еще үстінде люк бар, комплектациясы жақсы. 82 жылғы көлік. Жаңбыр жауайын деп жатыр. Қазір бағана шлангын несін алып, керек заттарын алып, оталдырамыз барып. Үлгерсек бүгін, үлгермесек ертеңге қалады. Қазірше Мерсті тамашалай тұрыңыздар. Түсе кәріге гүл дейді, жасын берсін атамыз. Ата детский ғой, детский. Жаңбыр масқара, құйып, біз барып асығып келіп, қазір міне бара жатырмыз. Алдық шлангты бәрін, қазір оталдырамыз барып. Біз де қайтпайтын адамдарымыз ғой, уже қараңғы уақыт скоро. Но біз оталдырып хотя бы кішкене орындан ауыстырып, ертеңге оны мотор жөндетуге алып баруға дайындап кету керекпіз көлікті. Қазір міне бара жатырмыз. Оталады зат қазір, мә, оталдырамыз. Бүгін оталдырамыз. Қазір күн болды уже. Машиналарды анау Фордты шығарамаймыз далаға екен, ада жаңбыр жауып тұр. Фордтың үсті ашық, білесіздер, ол жаңбыр тиесті. Сол себепті қазір просто оталдырайық енді, ақыры бастадық қой. Оталдырып дайындап қоямыз, ертең мотористке апаратын кезде фуш шығара саламыз да, бәрін перегонять етіп, алып кетеміз. Уже оталдыратын болады машина. Қазір оталдырайық просто. Короче, жігіттер, аккумулятор слабый, но біз қойған 60 тоннада кішкентай басқа машинаға. Өзінің 100-ін қою керек, короче, үлкен 6 метрлік машина, моторды, үлкен объемды. Болмайды, короче. Да, Петрович? Да. Қиналды көрдіңіздер. Пытаться еттік, целый день осымен жүрдік. Енді Алла қаласа. Ертең азанда келіп оталдыратын болды. Да, Петрович, завтра утром, да? Да, да. Аккумулятор возьмете? Сегодня поставлю. Сегодня қойып зарядтап, ертең аккумулятор отырып. Сіздер анда ертеңге дейін қоштаспаймыз. Шаршадық. Енді қазір үйдің тірліктерден барайық. Сіздерге ұнап жатыр деген ойдамыз. Барлық бар білгенімізбен, бар жасап жатқанымызбен сіздермен бөлісіп жатырмыз. Қазір ретро-гараж сіздер үшін контентті тоқтатпай дайындай беруге әрқашан дайын. Оталдырып отырмыз қазір міне. Качать еттік насосты. Оталмайды. Почему оталмады, ай? Түтін сасып кетті жатындар. Ё-моё. Оталмады, короче. Электронасос алу керек, ана өзінің насосы. Солярканы качать етіп алып жатқан жоқ. Качать етпей жатыр. Енді электронный насос аламыз. Бүгін де оталмай жатыр, қазір барып электронасос әкелеміз, сосын оталдырып тұрсамыз. Мына уже бүгін 3-ші күн заттардың барлығын алып келіп, салып қазір тумбулерді и электронасосты алып келіп салдық. Енді қазір оталдырып көреміз, барлығын жалғадық. Бүгін енді біздің Chrysler Newport оталу керек, жігіттер. Масқара. Кез келген нәрсе оңай істеле салмайды. Білесіздер, тем более ескі көлік, 72 жылғы көлік, қанша жыл болған. Что, Петрович, заводить будем? Да. Заводить? Все, енді ішке кіріп, қазір оталдырам. Ал, бісміллә деп оталдырайын деп жатырмыз. 3-ші күн, Құдай қаласа. Қанша оталдырамай жүрдік, электронасосты қойдық. Олсыз болмайды. Бісміллә. Ой, аккумулятор сел, что ли? Өткенде академия тұрады. Может, бензина нету там? Саска, ё-моё. 3-ші күнде оталдырамайдымыз. Что за люди, дейсіңдер, что за люди? В общем, попытка номера 1045. Бисмилlah.
Домой надо, Петрович. Что будем делать? Надо завести, да? Когда-нибудь по-любому же нужно завести. Вон люди ждут. Ура! Вот алдырдың, ағай. Ең соңғы попыткадан кетіп барасың да? Петрович, сигір! Ең соңғы попыткадан прям прикиньте. Үйге кетіп баратқанбыз по идее. И бух оталып кетіп, прикиньте. Миллион попытка болды, миллион. Үшінші күн уже. Ура, көк түтін мына жақ, көк түтін. Капец, тут дождь. Льет. Это же не масло, это этот. Это же солярка. Солярка течет откуда-то. Ау. Шаптырып тұр. Солярка шаптырып жатыр. Хамуттан. Надо сильнее, Петрович. Ключи покрутите, ключи. Кілтін бұраса өшпей жатыр машина, өшпей жатыр, кілтін бұраса. Что-то не то. А? Массу вырубить. Массу? Попробуй массу вырубить. В общем, машинаны оталдырып алып, енді өшіре алмай жатырмыз, кілтпен өшпей. Массаны өшірсек тоже өшпей жатыр машина. Енді қалай өшіретінімізді білмей жатырмыз, жігіттер. Барлық кнопкаларын басып жатырмыз, бір жерде тумблер болу керек дейді, отключатель дейді, кнопка дейді. Бүкіл кнопкасын басып шықтық, аварийка осып кетеді, анау осып кетеді. Әлі білмей жатырмыз қалай өшіретінін. Не отключается, да? Фары работают? Фара стептер. Bütün маскара. Фары работают, поворотники работают, солярка бежит. Түтін деген маскара түтін. Жігіттер, қалай өшіретін таптық, короче. Там кнопкасы бар, кән басышы. Ё-моё, это что за кнопка? Это не кнопка, это глушилка. Просто она здесь должен быть вот так вот, скорее всего, или тросик, блядь, здесь какой-то собачка, тросик там. Все, короче, жігіттер, өшірдік. Ертеңге кездескенше. Мына уже қаншасыншы күн екенін санынан жаңылып қалдық. Қазір шығарып, мына алып барайын деп жатырмыз. Уже спокойно оталып жатамыз. Солярка бүкіл анау резинкалардың барлығынан ағып жатыр. Сосын оталдырамыз, шығарамыз да эвакуатор келеді. Эвакуатормен дизелистке алып барамыз. Уже дизелистен келіп қой. Капотты ашып, машинаның несі тұр. Блокирон қыстырып оталды. Көтеріліп тұр уже. Спокойно оталды. Массасын, қостың массасы жүріп қандырып алдым. Bismillah, қанша күн оталмаған. Өткенде оталды, кеше оталды. Күннен жаңылып отыр. Bismillah. Vay ya, odam var. Вайнда тұр менсе, әлік кетік, өшіп қалды. Только капот жауып, машина шығарамыз, қысық кішкене.
Tartmayma. Опа. Немного. Ay, tartmayma. Короче, терлеп кеттік ағайын. Мынау қыстырылып қалды да, басқа кіру керек тесігіне емес, петлясы. Бұлай майысы басқа жаққа кіріп кетті, қатты ұрылғаннан ша, енді ашамай жатырмыз. Ал бұны ашпасақ, білесіздер, кеше ана заглушкамен өшірдік қой машинаны. Сөйтіп заглушкамен өшіру керек та, ал біз бұны ашпасақ өшіре алмаймыз. Кілтпен өшпейді машина. Сол үшін қиналып жатырмыз. Қалай да біз мынаны ашу керекпіз қазір. Міне мынау мен ілініп қалып тұрған ана астына көрдіңіздер ме? Жаңа майыстырдық мына темірді, мына темірді. 1, 2, 3. Açtık. Yo, майыстырдық мынаны. Тер болып, мына қолымыздың бәрі май болып, ашсық әйтеуір. Қазір енді шығарамыз көйлегімізді. Ажақ, нормально. Бұра бер. Рульді бұра бер. Алдыға бер. Өшіп қаласы атқаны, ё-майо. 800 болып отырған, ё. Гидравлика, жоқ. Терлек кеткен, терлек. Тоқта, алдыға. Давай. Аржана тимейсің, жүре бер. Рульді бұра бер, жүре бер рульді. Жүре бер. Қара, бұрылмай. Давай, өтесің. Давай. Рулінде гидравлика жоқ, қиналып жатыр. Ощущение қалай, ощущение? Қол ұркен, ягуарды оңай еді ғой мынадан. Қолым қара қалай қызарып кетті. Қан деген дата оқырып қоланан бұранда қара қолым қықпылды. Мынасы? Қинадың ау. Арка өтірепті, заглушка. Ана, кішкен қолымызды істеп басқара. Үстін шығып жатыр. Болма? Пойдет па? Өшір. Все, ағайын. Қиналып кеттік. Құдай қаласа. Дополнительный качка. Көрдің ба, тегін инвиктус. Короче, бұл машина енді жасалып, күшті болып, әдейі болып выставкаға тұрған кезде сіздер осындай қаншалықты қиындықтардан өткенін білетін боласыздар зато. Сіздермен бірге Ерғазы Әзімханұлы, қазір гараж жазылып, тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Эвакуаторды күтейік енді. Короче, жұма келді, күн шығып кетті, джинсы киіп қойып, жаңбыр жауайын деп жатыр деп. Күн шығып кетті. Жұма брат келді. Күшті. Машина керемет. Бір көргенде. Пошла? Мощный. Давай на кару поменяй. О, конкретно, первый раз. Подписывайтесь, от души машина. Короче, міне, жұма келді, қазір эвакуаторға саламыз, күн шығып кетті, ема, келіп тұрғанымыз азыр, еще күн шығып кетті. Қазақстанда мынандай машина Көз қуантады, не машина?
Ergaz ananışı baylak koysi. Burada maşını sen sorav. Ne böyle? Şurada. Şu felakete fethetli. Durup kızlar biliyor musun? Çok kafayı. Uzakta beri ağıvatır, felakete ağıvatır. Antikrizde may beri görür. Niye ağıva falan beri? Temir kadar akbayı durur. Zaten ona temir mayısı batır bunun ağırlığını. Gördünüzler mi kalay mayısı batırganı temir'in? Temir mayısı batır. Temir mayısı batır mıngıran. Aman çoktan telefonga sürüvatırmış. Hangi? Devlet sürüvatır. Doğru, ayı bitmeyince. Doğru, operatör emez. Kargal, al. Sıymadın oluyor. Baba. Мама. Сыйда, нормально. Бог, нормально. Нормально ма? Нормально. Әрең сыйды ғына байқұс. Өшір. Иә, ана жақта өшір. Капотты ашып өшіру керек оны. Майя. Көтеріп тұру керек. Басыңмен тіреп тұрған. Еще байлап қойып yana байлап қойып. Ұстап тұр. Еще байласам шықпай тұрғанда шыққанда. Ауыр. Бастан өшірмейді. Басы соған. Елдердің бәрі қызық қарап жатыр. Жұма бекітсін, әрі қарай дизелитке апарамыз моторды көрсетуге. Бүгін профсъемка болатқанда жігіттер түсіндер. Дәурен досын түсіріп жатыр. Оператор емес үшін болады. Жоқ, Әкімжан жоқ, қайдасыңдар, Сол үшін монтаждасын деп болатын шығар, асыл жынданатын болды ғой, немене материал алып келгенсіңдер маған деп. Сол үшін жігіттер давай түсіністікпен қарайық, зато қандай контент болар. Барлығы лайв форматта шынайы, кәдімгі ешқандай андай күштік монтажбен әдемі қылып көрсету жоғынан, короче, бәрі осындай болады. Енді қазір салдық. Апарайық құдай қаласа. Ана неге yaşa pindu. Buralarda. Tepşir. İleyliğin bolam. Onu hiç düşüyor bazen tam da o selerde. Неделю работы, да?
А вы примерно знаете, сколько это будет стоить вот этот именно ремкомплект? Вот это все самое? На них ремкомплекта отдельно нет, сами можно посмотреть, в принципе, не сильно. Сильно дорогие, да? Bir hafta жұмыс алады дейді, уақыты bir hafta болады. А там больше ничего, да? Нормально, да? Так он запускается, если я ездил. То, что он сейчас заглохнул, мы дали воздух. Неделя работы. А работа сколько будет стоить? 150, да? Ваша. Вот это поменять. Вторник алып кел дейді. Bir haftаны құр жоғалтайын деп тұрмын, сол үшін вторник күні моторды алып қаламын дейді, осында алып келсең дейді. А сен красить ете бер дейді сол уақытта. Красить етіп, салонды алып перешивкаға беріп, полностью істеп болып, сосын моторды келеміз, салып бере салады, и өзі жүріп кетеді дейді ғой. Сонда получается біз барлығын үлгеру керекпіз ғой. Bir айдың ішінде, Құдай қаласа. Давайте бізбен бірге болыңыздар. Bir ай бойы осылай учиться етеміз, Құдай қаласа. Мотор барлығы сухой дейді, жақсы. Мынау антифриз ештеңе жүгірмейді дейді, резинкалардың барлығын ауыстырды. Енді турбинаны қалдырып бара жатырмыз қазір істетуге. Одан кейін келіп бізге все на ременьді ауыстырамыз, и сонымен технический частьтан моторлардың бәрі жақсы болды. Техника тиеп алып кетіп покраскаға алып барамыз, и покраскаға тастаймыз. Номері 288 BMW деген МК X6 ге ұшып кеп, не продаешь деп сұрап отыр. Сатасында мне такая нужна дейді. Не продаем. Пока что не продаем деп. Егер бүйтіп түсірсем артын дейді, алды өте істеле болады дейді, сайдан шығады, айвамдан ауыр дейді. Кіші жерге бояйық деді де, бізде бірақтан азақ 20 күн уақыт қалды ғой, сол үшін онда жерге енді бір жағынан қымбат, аз срокта істеу. Екінші жағынан ондай маңыздылығы жоқ, сол үшін бұрында біз красить етеді, Рамазан деген кісі бар еді, гаражный красить етеді ғой, соны тексеріп көрейін деп жатырмыз. Сәл арзандау и қысқа уақытта бітіріп берем деді ана. Екі машина ғой дейді ғой. Көрмеген ғой, енді көріп тұр. Все, жігіттер, аман болайық, бар болайық. Комментарий қалдырып, міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Әр выпускта 1000 комментарий болу абзал. Ең бастысы жазылып, арнаны көруді ұмытпаңыздар, жазылып қойыңыздар. Сосын уведомление қосып қойыңыздар. Әр выпуск шыққан кезде көрмей қалатын адамдар болады екен. Сол үшін уведомлениені міндетті түрде қосып қойыңыздар. Давайте, жігіттер, легендалар, мен сіздермен біргемін. Сіздер де мені қолдап, менімен бірге болыңыздар. Чао, бамбино. Ассалаумағалейкум. Құрметті Қазретра гаражының көрермені, құрметті легенда. Мына көлікті восстановить етсек. Ё-моё, Құдай қаласа. Өлікке өмір. Короче, жизнь мертвец. Короче, жизнь мертвецу деген бір не істесек, рубрика қалай мынандай. Өлікті тірілтсек. Ё-моё.